Қазақстан тарихы мүйтөрім. Саламатсыздар ма? Э, Қазақ мемлекетінде бұл ұзақ уақытта қалыптасқан жүйе. Оның тамыры ежелгі дәуірдегі тайпалық бірлестіктерден бастау алған. Орта ғасырдағы мемлекеттер арқылы нығайған. Қазақ хандығының құрылуы нақты көрініс тапты. Кейінгі кезеңдерде қазақ мемлекеттігі түрлі тарихи сынақтарға ұшырап, Ресей империясының отырықшылығына тап болды. Дегенмен, 20 ғасырда Алаш автономиясы, Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы құрылып, Қазақстандық өз тәуелсіздігін жариялады. Қазақ хандығының қалыптасуы Қазақстан аумағының өмір сүрген елдер және орта ғасырлық мемлекеттермен тығыз байланысты. Олар мемлекеттік басқару жүйесін қалыптастырып, қазақ мемлекеттігінің негізін қалады. Орта ғасырда өмір сүрген Орта Азияда мемлекеттер, ежелгі мемлекеттерді айта кететін болсақ, сақ мемлекеті, сақ империясы десек те болады. Біздің заманымыздан бұрын 7 ғасыр мен 3 ғасыр аралығында өмір сүрді. Қазақстан аумағында көшпелі тайпалар, олар өте мықты әскери құрылымдар мен басқару жүйесі арқылы белгілі болды. Сақтардан кейін өмір сүрген тағы бір тайпа бұл үйсін тайпасы. Біздің заманымыздан бұрын 3 ғасыр мен біздің заманымыздың 5 ғасырында өмір сүрген. Орталық Азияда Орталық Азияда бірінші жүзбен тайпа билік мемлекет пен шаруашылық жүйесі кеңінен түркі мемлекеттігіне әсер етті. Үйсіндердің заманымыздан бұруы Қаңлы мемлекеті біздің заманымыздан бұрын 3 ғасыр мен біздің заманымызға дейін 5 ғасыр. Жетісу мен Сырдария бойында өмір сүрген мемлекет. Құрылымы өте мықты болған. Мемлекеттік құрылым. Әскери саясат құрылымы өте мықты болған. Орта ғасырлық мемлекет айта кететін болсақ, түрк қағанатыдан Қарахан мемлекеті және Алтын Орда империясы. Түрк қағанаты 552 және 603 жылдары өмір сүрген алғашқы түрк мемлекеті. Орта ғасырларда Орта Азияда өмір сүрген. Мемлекеттік басқару жүйесі Қазақ хандығының құрылуына, мемлекеттің басқару жүйесі Қазақ хандығының құрылуына әсер еткен. Қарахан мемлекеті 942-1200 жылдары өмір сүрді. Исламды ресми дін ретінде алғашқы мемлекеттердің бірі. Мемлекеттік басқару жүйесі мен құқықтық жүйелер жаңа өзгерістер енгізді. Және Моңғол империясынан кейінгі орта ғасырлардың мемлекет Алтын Орда мемлекеті. Ол 1240-1502 жылдары билік етті. Күшті орталықтан мемлекет болып, кейіннен қазақ халқының қалыптасуына тікелей әсер еткен. Бұл
Бұл мемлекеттер мен тайпалар қазақ мемлекетінің негізін қалаған, оларды басқару жүйесі, әскери құрылуы, мәдениет, кейінгі қазақ хандығының құрылуына ықпалын тигізді. Қазақ хандығының құрылу тарихы мен территориясының қалыптасу. Қазақ хандығы 1465 жылы Керей мен Жәнібек бастаған сұлтандардың шу және талас өзендері өңірінде құрылды. Бұл оқиға Мауараннахрдағы ішкі саяси дағдарыс пен Әбілқайыр хандығының тұрақсыздығына байланысты болды. Жәнібек пен Керей бастаған қазақ рулары жаңа мемлекеттің негізін қалап, оған біртіндеп басқа да қазақ тайпалары қосылды. Қазақ хандығының аумағы біртіндеп кеңейіп, оның шекаралары Сырдария өзені, Жетісу, Алтай және Еділ бойына дейін жетті. Бұл жетістік сол арада өмір сүрген тайпалардың өзара біріктіру арқылы оларды өзі біріктіре алды. Территориясы ұлғайды. Қазақ мемлекетінің қайта жаңғыру кезеңі. Енді қазақ хандығы жойылғаннан кейін қазақ мемлекеті бірнеше тарихи кезеңдерге қайта жаңғарды. Алаш автономиясының жариялануы 1913 жылы. Және бекіністер туралы айта кетсек, Қасым ханның билігі және Қасым ханның қасқа жолы 1511 жыл 1523 жылдары билеген хан. Қазақты мағлұмат ретінде Қасым ханның тұсында қазақ хандығы күшейіп, халқының саны 1 миллионға дейін жетті. Оның заңдар жинағы Қасым ханның қасқа жолы мемлекеттік басқарудың маңызды құжаты болды.